Әлемнің 9-шы ракеткасы Андрей Рублев Астана Open турнирінің ширек финалына жолдама алды. Ресейлік теннисші ATP рейтинг бойынша 126 орындағы қытайлық Чинжен Шанды 2-0 есебімен жеңді. Енді Рублев турнирдің 1/4 финалында француз спортшысы Адриан Манеронімен кездесіп өзара мықтын анықтайды. ATP 500 Астана Open турнирі аясында отандастарымыз Бейбіт Жұқаев пен Александр Бублик жұптық жарыс бойынша италиялық қарсыластарына есе жіберді. Сөйтіп Фабио Фанини мен Симоне Балелли 6-4, 6-2 есебімен басым түсіп отыр. Бұл Бейбіт Жұқаевтың ATP сериясындағы дебют еді. Спортшы елордада теннистен өтіп жатқан ауқымды жарысқа ұйымдастырушылардың арнайы шақыртуымен жолдама алған. Себебі ол бұған дейін Қазақстан чемпионатын жеңген болатын. Ал жарыс жолын сәтті бастаған әлемнің 4-ші ракеткасы Даниил Медведев спорт әлеміндегі айтулы шараның ұйымдастыру деңгейі жоғары деп бағалады. Мен жас кезінде алғашқы турнирімді Өскемен қаласында өткізіп жеңіске жеткен едім. Сол себепті Қазақстанды ерекше ілтипатпен еске алам. Осында қайта келгеніме қуаныштымын. Астана турнирі жарыстар күнтізбесінде қалады деп үміттенем. Жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Негізі Қазақстандағы барлық турнир керемет өтеді.